Сәлем достар, бүгін біз сіздермен изомальттан декор жасайтын боламыз. Ол үшін изомальтымызды осына кекске арналған формаларға құйып, микротолқынды пеште ерігенше ертіп аламыз. Сонан соң бір бөлігін қызыл түске бояймыз, екіншісін аққа боясақ болады, бірақ мен боямадым. Осылай силиконды форманың үстіне құйып шығамыз. Изомальттың шамалы суығанын күтеміз, сонан соң ковриктің көмегімен дөңгелетіп созамыз. Изомальтпен жұмыс істеген кезде өте абай болыңыздар, ол қатты ыстық болады, күйіп қалуларыңыз мүмкін. Изомальт қолымызды күйдірмейтіндей болған кезде перчатка киіп, бір-біріне біріктіріп, осылай орай бастаймыз. Орап болған соң қолымызбен кішкене жайып жібергеніміз дұрыс, және бас жағын осылай майыстырып формасын береміз. Артық жағын жылы кезде пышақпен алып тастаймыз. Жаңа жылдық тортты сәндеуге арналған декорымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал келесі видеода біз сіздермен керемет тортты осы декормен сәндейтін боламыз.